Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз зейін дегеніміз не? Зейіннің түрлері көп, соның ішіндегі ең маңыздыларына тоқталып өтемін. Біріншісі көріп қабылдау зейіні, екіншісі естіп қабылдау зейіні. Көріп қабылдау зейіні дегеніміз заттардың пішініне, түсіне, көлеміне мән беріп қабылдайтын психикалық үдеріс. Естіп қабылдау зейіні дегеніміз сөздерге, дыбыстарға мән беріп қабылдайтын психикалық үдеріс. Көру зейіні бұзылғанда бала затқа немесе тапсырмаға тұрақты көңіл бөле алмайды. Жан жағына көп алаңдайды. Заттардың маңызды белгілерін ажырата алмайды. Ұсақ бөлшектерді байқамайды. Бірнеше заттың ішінен қажеттісін табу баяу жүреді. Кеңістікте, қағаз бетінде, жолдарда бағдарлай алмайды. Үлгі бойынша орындалатын тапсырмаларда қателерін саны артады. Бала тез шаршағыш болып келеді. Естіп қабылдау зейіні бұзылғанда бала өзіне бағытталған сұрақтарға жауап бермейді, немесе кешігіп жауап береді. Сөйлеу дыбыстарын, дауыс ырғағын, дыбысының қаттылығы мен қарқынын ажырату қиындайды. Ауызша сөйлеуді, әсіресе ұзақ әрі күрделі нұсқауларды түсінуі төмендейді. Бала жиі қайта сұрайды, немесе тапсырманы қате орындайды. Дауысталуы ұқсас сөздер мен дыбыстарды ажырата алмайды. Есту арқылы тез шаршайды. Сөйлеудің дамуы сөзді қорымен байланыстырып, сөйлеуі баяулайды. Осы бұзылыстарды түзету үшін біз келесі жаттығуларды ұсынамыз. Жасай ғой. Мұқият қарап, сыңарын тап. Бұл жерде бала мұқият қарап, сыңарын тауып жасау керек. Мінекей қарап отыр. Ой, жарайсың. Бұл жерде бала түсіне мән беріп, сәйкестендіріп қояды. Жарайсың. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Ақылды, жарайсың. 10. Бұл жерде бала көлеңкесіне мән беріп, сәйкестендіреді. Ақылды. 5. Жарайсың. Көлеңкесін тап. Жарайсың. Көлеңкесін таба қой. Жарайсың. 10. Ақылды. Осылай жаса. Бала образиске қарап, қайталайды. Қара. Ақылды. Көк түс, қызыл түс. Жаса. Жоқ, қара. Ердәулет. Қызыл. Молодец, болды. Бұл жаттығу баланың зейінін кеңістікте дамыту. Ева, найди такой же. Дверь. Хорошо. Найди такой же. Такой же. Да, иди. Хорошо. Найди такой же. Да, цветок. Отлично. Такой же найди. Да, правильно. 10. Бұл жаттығу естіп қабылдау зейінін дамытады. Ева, что шумит? Слушай внимательно, слушай. Что шумит? Отлично. Пылесос. Дай 5. Да, молодец. Отлично. Телефон. Да, дай 5. Молодец. Бұл жаттығу естіп қабылдау зейінін дамытады. Аспаптарды қолдана отырып, бала мән береді, естиді, жасайды. Тыңда. Ненің дауысы? Ал. Жаса. Дұрыс таптың. Апайды тыңда. Ненің дыбысы? Жаса. Қарамаймыз, жаса.
дұрыс. Дұрыс айтасың, дұрыс, өте жақсы. Аха. Дұрыс, әкел бесті. Жарайсың, ақылды. Құрметті көрермендер, біз жаттығуларымызды қысқаша сіздерге көрсетіп өттік. Ал енді сіздерде қызықты жаттығулар болса, пікірде бөлісіп өтіңіздер. Қош сау болыңыздар.